Европаға саяхат өз жолымен. Өткен видеода мен бірінші күнімді салғам, қалай Түркістаннан Абу-Дабиге, Абу-Дабиден арғарай Дубайға барғандығы туралы. Бүгінгі видеода екінші және үшінші күнімді сразу біріктіріп салам. Дубайдағы техникалардың бағасын, жалпы Дубай туралы, жаздағы Дубай туралы біраз қызықты ақпараттарды айтатын боламын. Қазір Дейра деген районға келдім. Біріншіден бұл жақта мен болмағам. Екінші, Дубайда техникалар арзан деп айтады, жаңағындай. iPhone, PlayStation деген сияқты. Солар рас па, жоқ па, қандай бағада екен қазір, соларды көруге келдім. Так, PlayStation 1489 дирхам. Бұлар дисководсыз, цифровой версия деймі. Мыналар дисководпен 1899 дирхам. 121-122-ке көбейте бересіздер бағасын. Оригинал джойстиктері 339 дирхам. Арзанырақтары бар екен, 229 дирхамнан. iPhone 15 Pro Max бағасы 4499 дирхам, 256 гигабайт. 1 терабайт. Алтын 199, 512-лік 5299. Он бестің өзі 128 гигабайттық 2899 дирхам. Мына жерде қазір футболка көріп тұрмын. Бағасы 10 дирхам, 1222 теңге. И мынаяқта андай шортылар бар екен, 12 дирхам. 10,5 теңгеге шорты. Яқта без рукавкілер бар екен. Бағасы 20 дирхам дейді. Сонда примерно 3,5 теңге ба? 3,5 теңгеден. 40 дирхам. 40 дирхам примерно 7 теңге. Кеталар бар екен. 40 дирхамнан. Нандай бар екен. Шлепкілер бар екен. Неше түрлі. Бірақ кожаный что-то жоқ, барлығы резиновый сияқты. Табандары барлығы резина да, кожаный жоқ. Дубайда қазір көздетіне ыстық. Даже еркектері күн деген жанып тұр. Дубайды аралап мындай май, баллон, шина сататын жерге қарайды. Кеткенсің. Дубайда мынау дастархан деген жерден қазір тамақ ішпесем ят болады шығар. Так, сколько сказал? 4100. Хорошо, смотри. Больше давай. 4100 было, 4050 это. И в долларах это будет 1109 долларов. 15 Pro Max, да? Да. Умножаем на 442. 14 долларов. Еще 256 гигабайттық 490 теңге болады дейді. PlayStation 5 без диска. Это в долларах? 397? Да. 175. Там в комплекте один джойстик только, да, у них? У нас есть комплект, есть честно. Біздің самый сияқты магазин. Бір шақтан осындай баға екен. Бәрінде бір махаббат, тәтті шоколад, бірін жақсы көріп, бірін қызғанады. Бізге келмес, әлі жүрмес көше бойын аралап. Қайдағы махаббат, бәрінде бір махаббат, тәтті шоколад, бірін жақсы көріп, бірін қызғанады. Бізге келмес, әлі жүрмес көше бойын. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné, mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné, mas o de pé do meu axé não vou dizer quem é. Дубайдағы Дейра районындағы техникалардың бағасын көрдім. iPhone'ның, PlayStation бәрін бағасын көргеннен кейін тамақтанып алып, енді арқары Atlantis'ті көруге жолға шықтым. This is air traffic control. You're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
пешеходтарға арналмаған қала деп есептелінеді ғой. Мына жақта жана трамвайдан енді метроға қарай жаяу кетіп бара жатырмын. Артында қараңыздар. Бір адам жоқ. Мына алдында. О жақта бір адам жаяу кетіп бара жатыр, қалған бары мынандай самокатпен сондай жаяу жүріп жатқан ешкім жоқ. Де сондай бола ма? Бір андай көңіл күйім болмай, настроениең түсіп кетеді да. Сөйтіп тарс қарайсың, Дубайда жүрсің. Сөйтіп көңіл күйің қайтадан орнына жайғасып қалады. Бүгін Дубайда жүргеніме 3-ші күн болды. Жаяу жүріп шаршадық. Негізі барлық елде осындай үлкен супермаркет тауып алсаңыздар, арзан, жақсы тамақтануға болады. Мысалы, 1 дирхам, 2 дирхамнан бургерлер тұр, 10-14 дирхамнан. Тамақтар да бар. Осындай үлкен супермаркет тауып алсаңыздар, арзан тамақтануға болады, тиімді. Мынау Mall of Emirates осылай орысшада жазып қойған екен. Дубайда үлкен торговый центрде бірінші рет көрдім осындай орысша жазылып тұрғандарда. Батутаға келгеннен кейін осы жерде аэропортта немесе Абу-Дабиде өзіне жүретін автобустар жазылып тұрады. Ақшасын мол картпен төлесеңіздер болады, билеттің ақшасын. Болмаса, мына тұста офис бар. Сол жерден билет алсаңыздар болады. Қазір аэропортқа жүретін автобус 12:30-да келеді депті. Осы жерге келіп тоқтайды. Сол жақ бетте метро тұр. Абу-Дабиге қалаға баратын болсаңыздар, Ибн Батутадан осы 101 деген автобус жүреді. Абу-Дабидің өзіне. Ал аэропортқа қарай 702 жүреді. Ал осымен Дубаймен қоштасып отырмын. Қазір Ибн Батутада Абу-Дабиге қарай жүретін автобусты күтіп отырмын. Менің өз ойым, жаздың кезінде Дубайға демалуға баруның қажет жоқ сияқты. Себебі ауа райы сәл қолайсыздау. Әрине, қонақ үйлердің бағалары арзан болады, бірақ рахаттанып, жаңағыны көктем, қыс, күз сияқты кездегідей рахаттанып, Дубайдың қызығын көре алмайтын сияқты болады. Әрине, әр адамның таңдауы өз-өзінде. Мен ары қарай енді Абу-Дабидің аэропортына жолға тарттым.
Кутаиссидің аэропортында өздерінің туларымен бірге Евросоюздың туларын іліп қойған екен. Бұлар енді біраз болды Евросоюзға кіргілері келіп жүргендеріне. Аэропорттан шыққаннан кейін осындай автобустар, спринтерлер бар. Мына спринтермен қазір мен Батумиға қарай жүрейін деп жатырмын. Өзінің уақыттары бар, сонымен жүреді екен. كان شيء ما يروح يوم اليوم خلاص يعني تمام ما محسوب ده. Ал достар, мен Кутаиссиден ары қарай Батумиға жетіп алдым. Түнгі Батуми әрине өзгеше, ерекше. Ары қарай мен сразу өзімнің гостевой домыма бардым. Гостевой дом 2 түнге бағасы 20 000 теңге болды. Таңғы ас кірмейді. Бірақ іші бары жақсы, таза, егесі де үлкен кісі, жақсы кісі екен. Мен барған кезде каказ Реал Мадрид пен Боруссияның екінші таймының ортасына келіп қалған. Ең қызық жерін көріп үлгеріп қалдым. Real, eso se ataque real.